сәлем қымбатты достар. Бүгін біз подкасттар мен подкастинг туралы сөйлесетін боламыз. Осы құбылыстың тарихына терең үңіліп, оның қазіргі жағдайын, әсіресе Қазақстандағы подкастинг жайлы айтамыз. Сондай-ақ біз подкастинг музей саласында қалай қолдану болатынын талқылаймыз. Подкаст дегеніміз не? Подкаст бұл интернет арқылы жүктеуге болатын сандық аудио және бейне файлдар. Бұл кез келген ыңғайлы уақытта тыңдауға, көруге болатын радионың бір түрі. Подкасттар жаңалықтар мен аналитикадан бастап, хоббиге, мәдениетке және ғылымға дейінгі әртүрлі тақырыптарды қамтуы мүмкін. Подкастинг тарихын айтатын болсақ, подкаст деген жалпы сөзі өзі қайдан шықты? 20 жылға оралайық. 2004 жылдың ақпан айында Бен Хаммерсли деген Guardian журналисі ауыр бір кештерінде интернеттегі аудиоблогтар туралы материал дайындаумен болды. Сонымен қатар уақытында тапсыру мерзімін орындамай отырған кез еді. Соңында ол материалдарын тапсырды, ал сәл кейінірек үйге бара жатқанда оған мақаланы шығаруға жауапты қызметкерлер қоңырау шалады. Олар парақты толтыру үшін тағы бір сөйлем керек дейді Бен Хаммерсли. Сондықтан мен бұл жаңа құбылыстардың атауларын қалай аудиоблогтар, подкасттар деген қалай болады деп еске алады автор. Яғни подкаст сөзі iPod, broadcast сөздерінен құрылған. Бірнеше айдан кейін Бен Хаммерсли Оксфорд ағылшын сөздігінің редакциясынан қоңырау алады. Олар подкаст сөзіне бұрынғы сілтемені таба алмағандықтарын айтты және ол шынымен ойлап тапты ма деп сұрады. Дәл солай болған анықталды. Әрине, подкасттар Бен Хаммерсли мақаламен жұмыс істеген кеште дүниеге келмеді, бірақ тұсаукесер рәсімі дәл сол кезде болды. Шамамен 15 жылдан кейін Хаммерсли көп тыңдалмайтын MP3 жазбалар жинағы деп атаған нәрсе жаһандық индустрияға айналды. Подкасттарды қазіргі коммерциялық хабар таратушылар, жеке тұлғалар және дәстүрлі бұқаралық ақпарат құралдарымен байланыс жоқ компаниялар шығарады. Бен Хаммерслидің айтуынша, нарықты екі нәрсе өзгертті. Біреуі техникамен, екіншісі тұтыну мәдениетімен байланысты. Техникалық жетістік 2012 жылдың Apple тыңдаушылары үшін iPhone подкаст қолданбасы шығарған кезде болды. Одан кейін жазу және өңдеу сапасы күрт жақсарды. Ақырында 4G, қазіргі 5G елу байланысымен Wi-Fi қамтуының дамуы тыңдаушылардың бағдарламаны кез келген уақытта көріп, жүктей немесе жүргізе алатынын білдірді. Мәдени серпіліс 2014 жылдың Serial подкастының арқасында болды. Бұл Сара Кеннингтің бірнеше эпизодтан тұратын қылмыс туралы әңгімеленген журналистік тергеуі. Сара Кеннинг американдық журналист, радио жүргізуші, This American Life теле және радио бағдарламасының бұрынғы продюсері. Шоудың бірінші және екінші маусымдары 340 миллион рет жүктелді. Serial бәрін өзгертті. Екінші маусымның басында жарнама миллиондаған долларға сатылды дейді Бен Хаммерсли. Осындай жалпы подкаст әлемдегі қызықты факт. Подкастингтің қазіргі жағдайы. Бүгінгі таңда подкасттарды бүкіл әлем бойынша миллиондаған адамдар тыңдайды. Мысалы, ақш-та әрбір үшінші ересек адам айына кемінде бір рет подкасттарды тыңдайды. Қазақстанда подкастинг тек қарқын алуда, бірақ қазір осы форматқа деген қызығушылықтың артып келе жатқанын көруге болады. Жаңа жобалар дамып, студиялар құрылды және көптеген адамдар подкасттарды ақпарат пен ойын сауық көзі ретінде ашады. Қазақстанда подкасттар барған сайын танымал бола түсуде. Тақырыптар жаңалықтар емес саясатпен бастап, мәдениет пен тарихқа дейін. Дипломатиялық сыйлықтар ретінде берілген экспонаттардың тарихын, сондай-ақ Қазақстанның тәуелсіздігінің тарихын баяндайтын біздің мұражайлы жобасы өз үлесін қосады деп ойлаймыз. Бұл подкаст мәдени және тарихи мұраны насихаттау үшін аудио және бейне форматты қалай пайдалануға болатындығын тамаша мысалы болып табылады. Музей саласындағы подкастинг. Енді музей саласындағы подкастинг тақырыбына көшейік. Дүние жүзіндегі музейлер подкасттарды аудиторияны тарту және келушілермен қарым-қатынас тереңдету құралы ретінде пайдалана бастады. Музей саласындағы подкасттардың бірнеше артықшылықтары бар. Қолжетімділік және ыңғайлылық. Подкасттар кез келген уақытта және кез келген жерде тыңдауға болады. Бұл оларды кең аудиторияға қолжетімді етеді. Білім беру әлеуеті. Подкасттар тыңдаушыларға бірегей ақпарат бере отырып, көрмелер мен экспонаттар туралы тереңірек айта алады. Аудиторияны кеңейту. Подкасттардың арқасында музейге бара алмайтын адамдар виртуалды форматта тарта алады. Жоспарлар мен мақсаттар. Болашақта біз музей өмірінің әртүрлі аспектілерін қарастыратын жаңа шығарылымдар жасай отырып, музей саласына подкастинг дамытудың жоспарлап отырмыз. Мақсат музейлерде кең аудитория қолжетімді және қызықты ету, жастарды тарту және тарих пен мәдениетке деген қызығушылықты арттыру. Қорытындылай келе, подкастинг бұл музейлердің мүмкіндіктерін едәуір кеңейтіп, оларды барлығына қолжетімді және қызықты ете алатын қуатты құрал. Назар аударғаныңыз үшін рахмет.
келесі кездескенше.